Туризм институты осы кезге дейін бұл мәселені көтеріп көрген жоқ. Біз Ғылыми комитет институт отырысына керек. келген кезде Өзбекстанда мысалы үшін махалланы заңдастырды. Енді себебі не? Осы неге біз осыншама берекетсіздікке алып келдік? Біз жалпы бәлен ғасыр бойына жартылай көшпелі, жартылай отырықшы болып өмір сүрдік. Содан кеңес одағы келді де бәрін быт-шыт қылып бізді отырықшылыққа күштеп отырғызды. Сөйтіп біз өзіміздің ана жүйемізден айырылып қалдық, бұрынғы жүйемізден айырылып қалдық та, енді қазір не істерімізді білмей жатырмыз. Өйткені себебі бұрын румен тұрды, әр ауыл ол ру. Енді рудың рубасы бар. Рубасына бәрі бағынады. Яғни ол жүйеге бағынып тұрды. Мысалға ұйғыр халқы неше ғасырдан бері отырықшы. Олар жүйені жоғалтқан жоқ, өйткені бұрыннан отырықшы тұғын. Олардың әр 10 үйге өзінің бір жігіт басы бар. Сол әр 10 жігіт басының бір жігіт басы бар. Сөйтіп олар қай жерде болса да ұйымдастырып өмір сүретіні сол. Ал біз былай алғанда бізге әкелді де таза еуропалық заң емес. Еуропа Россияға барды, Россиядан бізге әкелді. Бізге біреудің киімін кигізіп қойған сияқты ғой. Жарасымсыз киіммен жүрміз есебі. Сондықтан бізге өзіміздің әуел бастағы анау қайнар көздер жатқан нәрсені қайтадан орнына келтіру керек. Енді кез келді, айтатын кез келді соны.